Қайырлы таң, әлемнің мен деген универлерінде оқуға лайық көрермен. Пайдалы алгоритмдер айдарының өткен шығарылымында білім ордасын қалай таңдайтынымызды түсіндірген едік. Бүгін сол университетке қалай құжат тапсыратын айтып берем. Заманауи университеттердің көпшілігі студенттердің құжаттарын олар жайлы ақпаратты ұзын сонар кезексіз онлайн қабылдайды. Тура Инстаграмда парақша ашқандай университет порталында жеке кабинет ашасыз және олар талап ететін дүниелерді асықпай бірнеше күнде жинап тастауға болады. Жеке кабинет сол үшін логин пароліңізбен кіріп, мәлімет енгізіп, сақтап, қайта шығып, қайта кіріп жүресіз. Бірақ созылып кетуге болмайды. Әр бағдарламаның өз дедлайны бар. Мысалы, өткен шығарылымда түскіміз келген MIT-дің химиялық инженерия магистратурасының шектегі уақыты 13 қараша Eastern Standard Time бойынша 23:59-ды көрсетіп тұр. Астанадан 10 сағат артта деген сөз. Сондықтан тура тақалғанда жиналмай, уақыт айырмасынан шатасып жүрмей, осы датадан бір апта бұрын бәрін бітіріп тастаған дұрыс деп кеңес етемін. Кейде жайбасар үміткерлердің бәрі бір уақытта құжат жүктеу кесірінен портал істен шығып, істемей қалатын кездер болады. Сонымен әлемнің үздік университеті қандай құжаттары талап етеді екен? Fields of Interest бұл сіздің хоббиларыңыз жайлы емес, бұл дәл осы бағдарламаға неліктен қызығатыңыз жайлы. Аты жөні, туған жері, туған жылы секілді жеке ақпарат. Ұсыным хат жазатын 3 адам және олардың электронды пошталары, осыған дейін оқыған білім ордасындағы пәндер мен бағаларыңыз жазылған транскрипт. Біз шетелдік студент болғандықтан тіл сертификаттары да талап етіледі. Ағылшын тілі мен математика білімін тексеретін GRE тесті. Сіздің құжатыңызды тексерген үшін алынатын құн бұл жерде $75 екен. Жалпы Америкалық университеттердің көбінде осындай ақы бар, әртүрлі шамада, ал британиялық және еуропалық университеттердің біразында бұл тегін. Сосын 2 беттен аспайтын түйіндеме, 300 сөз көлемінде жауап жазылатын салаға қатысты бірнеше сұрақ және сіз жайлы университет білу керек қосымша ақпарат. Байқағаныңыздай Motivation Letter деген атпен танымал уәждемелі хат деген құжат жоқ. Оның орнына 1 және 9 сұрақтар жауап беріп тұр. Бұлай қарасаңыз қарапайым сияқты. Егер әр құжат пен тест жайлы толығырақ білгіңіз келсе, келесі шығарылымдарда айтып берем. Білім әлеміне оянмен бірге.